Армысыздар, құрметті көрермен. Апта жаңалықтарының тақырыбы азық-түлік бағасының қымбаттауы. Елімізде 19 атауды қамтитын әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағалары жыл басынан бері 18 қазандағы жағдай бойынша 19,6%-ға өсті. Қазақстанда азық-түлік бағасы күн сайын шарықтап жатыр. Ал халықтың жалақысы жеткілікті ме? Осы және өзге де сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақстан тәуелсіздік алған тұстан бері нан бағасы 200-ден астам рет өзгерген. 1993 жылы 53 тиынға алатын нанды 2000 жылдары 38 теңгеден сатқан. Ал бүгінгі таңда ұлттық статистика бюросының мәліметінше нанның орташа бағасы 200 теңгені құрайды. Біз 2 ай бұрын, 1 ай бұрын 110 нан алатынбыз, қазір 140-тан аламыз нанды. Бізде сатылу бағасы 150 теңге. Бірақ басқа жерлерде 160-тан сатылады. Өйткені біз халыққа тиімді болу үшін сүт, нан, овощ фруктыға біз көп қоймаймыз. Қаншадан аласыз? 2 булкадан аламын. Қанша теңгеге аласыз? 110 теңгеден. 110 теңгеден аласыздар, иә? Қазір нан деген 315 теңге тұрады. Ол деген сұмдық деп ойлаймын. Неге себебі Қазақстанның пшеница да, ол деген ең жақсы, және қазіргі уақытта елде енді біз өзіміз оны өндіреміз дейді ғой енді. Содан кейін ойлаймын, нан соншама қымбаттағаны, ол деген қазақтарда айтқанда өте қиын. Нанын алмаймыз. Онымен өзіміз нан істеп жейміз. Өздеріңіз жасайсыздар, Өздеріміз нан жасаймыз. Мы покупаем хлеб, мы его толком не едим, где-то неделю, может 2 раза, если мы хлеб купим, да. То есть хлеб мы как бы не кушаем. Бір нан алатын болармыз, 1-2 күнге или 1 күнге дегендей. А так былай, конечно, үлкен семья деген 4 нан, 5 нан, отбасына деген кішкентай балдар болғанда оларға деген 5 нан алатын бар, 4 нан алатын бар. Мен нан жемеймін. Жемейсіз? Жоқ. Енді мен өз ұлыммен тұрам ғой, бірақ енді күндіз мен үйдемін. Сондықтан мындай жеңіл тамақтарды өзім аламын. Сонда енді мен мысалы дүкенге барып, бір енді үйге керек анау мынау жетіспей алған нәрселерім 10 мыңнан кем болмайды. Сондықтан өте қымбаттап кетті. Сонымен қатар етте қымбаттаған тауарлар қатарында. Мәселен 2015 жылы жан басына төс еттің 1 келісін шамамен 1200 теңгеге алуға болатын болса, 2022 жылы орташа баға 2500 теңгеден бір шыққан. Сары май 7 жыл бұрын 1439 теңгеден сатылса, биылғы баға шамамен 3500 теңге. Қара құмық жармасы 285 теңгеден 524 теңгеге қымбаттаған. Күнбағыс майы бағасындағы өзгеріс 393 теңгеден 901 теңгеге өскен. Бұл ретте аталған статистиканың орташа екенін сорты мен түріне қарай бағаның құбылатында ескеру керек. Бізде күн сайын, апта сайын тауарлар келеді, әртүрлі бағамен келеді бізде. Мысалы, химия осыдан 2 ай бұрын бізде порошоктар 600 теңге болса, қазір уже 900 теңгеге күн сайын, апта сайын қымбаттап келеді, 20%, 30%-ға. Бізде көбінесе адамдар продукт алады, продукттың өзіне аптасынан жоқ дегенде 200 теңге сондай қосылып жатыр. Бағасы қазір қатты ұшып жатыр товарларға. Ал өзіміз барлық товарға 20%-пен қосамыз. Соның өзін бізге қымбат деп айқайлап кетеді. Барлығына 10, 15, 20, 30 теңгеден қосылып жатыр. Өз бағасынан? Иә, кеше жақында тесін нан қымбаттады. Оның өзіне 200 теңгеден алатын нандардың өзі қазір 240-тан келіп жатыр бізге. Ана спагетти, султан, мысалы 250, сонда қазір 500 маңында. Уже 2 есе қымбаттады деген сөз ғой. Өте көп сондай қымбаттаған нәрселер. Етті мен базардан алмаймын. Қайдан аласыз? Ауылдан барып, сол өрістегі малдан сатып аламын. Өйткені базардағы сатып жатқан еттің сапасына менің көзім жете бермейді. Мен өзім намаз оқитын адаммын, бірінші оның қаншалықты халал сойылып жатқанын. Екінші ол көп жемде тұрғандықтан оның денесіне көңнің, зәрдің исі сіңіп қалады. Ал өрісте жүрген малда ондай нәрсе болмайды, сондықтан оның еті дәмді болады. Етті енді қазақтар соғым дайындайды дейді, бірақ соғым да қазір қымбаттап кетті. Ет те қымбаттап кетті. Мысалы, сиырдың бағасын аламыз, қазір почти 2800-2900 болып кетті. Қай жерден аласыздар? Базардан, магазиннен мысалы.
Знаете, да, что мы казахи, мы без мяса не можем, да, сейчас нам надо, как говорится, согум покупать, да, это тоже, опять же, на мясо тоже деньги поднялись, и очень хорошо. Хотя мясо мы не откуда-то завозим, мы его покупаем, как говорится, у себя. Фруктыға ондайға жетпейді. Қазақстанда бір қызметкердің орташа айлық жалақысы 2015 жылы шамамен 106 мың теңгені құраса, қазіргі таңда Қазақстанда биылғы жылдың екінші тоқсанында атаулы орташа жалақы 112 мың теңгеден асқан. Егер 2015 жылғы нан бағасы шамамен 80 теңге деп алатын болсақ, сол кезде бір адам орташа айлық жалақыға 1325 нан сатып ала алатын болған. Ал қазіргі таңда 1560 нан сатып ала алады. Жетпейді ғой? Малдың бағасы қымбат. Бұрын 30 мың 40 мыңға алып жүрген малдардың қазір 60 мың 80 мыңға кетіп қалды. Сұйық майының бағасы бұрын 1000 теңге деген қымбат дейтіміз, қазір 5 мыңға кетіп қалды. Оның да мысалы бұрын 4 мыңнан алып жүрген ұндарымыз қазір 12 мыңға кетіп қалды. Мен енді қазір, если жақсы балалар тамақ танып да, керек витаминдерін, керек сүйікті тамақтарын ішу үшін қазір 350 мыңнан кем болмау керек. Түсініңіз бе? Қазір мен бұрын айтатынмын 160 мың жететін деп. Қазір менің 160 мыңым жетпейді. Если тамаққа кірісіп тек қана тамақ алатын болсақ. Ол өте қиын қазір жағдай. Өте қатты қымбаттап кетті. Ақысын алғанда тек қана тамақты ойлайды. Енді мемлекетте ол деген правительствода сол сұрақтарды көтеруге, шешуге бүкіл мүмкіншілікті қолдануға керек деп ойлаймын. 80% тамаққа кетеді, коммуналкаға, басқаға уже жетпейді. У нас средняя зарплата считается, минимально 60 тысяч, да? Но я знаю, что средняя где-то в Астане у нас 100, может быть 150 максимум. На аренду, допустим, сейчас насколько поднялась аренда, даже на продукты закрываются глаза. И не знаю даже, кто это должен контролировать, но я думаю, что власти, они должны это контролировать. Біз Құдайға шүкір деп сол алған тамағымызды қараймыз, енді бағасына қараймыз, қайша арзандырақ болады, сондай аламыз. Нет, я дома не покупаю, может быть на завтрак каша и так далее, но цену на сегодня не смотрю. Вообще дейді. Газ квартираларының бағасы, коммуналканың бағасы страшно өсіп жатыр. Тем более еще продукт. Енді антимонопольный комитет қайқа қарап отырғанын білмеймін. Негізі солар контролировать етеді. Дегенде бір 50-60 мың теңге айына. Даже одан көп болып кетпесе. Апталығы осымен тәмам. Алда азық-түлік бағасы туралы әлі де зерттейтін боламыз. Қазақ Ньюс арнасына жазылып, жаңалықтардан құр қалмаңыздар.